Сәлем достар! Бүгін сіздермен Брайан Трейсидің арманға жетудің 12 қадамы туралы айтатын боламыз. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Біздің арманымыз неге орындалмайды? Арманға жету үшін не істеу керек? Оған жетудің жолы қиын сияқты. Бүгін шетелде оқуды армандасақ, ертең ұмытып қаламыз. Әлемге әйгілі миллионер Брайан Трейси арманға жетудің 12 қадамын айтады. Бұл кісі өмір бойы жетістікке жетудің жолын зерттеген. Жазған кітаптары әлемнің түрлі тілдерінде аударылған. 12 қадамды орындап, ойлаған мақсатына қол жеткізген адамдар өте көп. Сонымен тыңдауға дайынсыздар ма? Ендеше, бірінші қадам жанып тұрған күшті тілек. Тілек біздің қорқынышымызды жеңетін мотивациялық күш. Кез келген шешімді қорқыныш немесе тілек негізінде қабылдаймыз. Үйде, қоғамдық орында да қалауымыз жайлы жиі айтсақ, қорқынышымыз басылатын еді. Жанып тұрған тілегіміз қорқыныштан жоғары көтеріледі. Кез келген кедергіні жеңе отырып, алға жылжуға мүмкіндік береді. Өзіңнің күшті әрі жанып тұрған тілегің туралы бәрін білесің бе? Ол қандай? Тілек отбасың, досың жайлы емес, өзіңе арналу керек. Үлкен жетістіктер шынайы тілекті анықтаудан басталады. Яғни, өзіңіздің тілегіңізді нақтылап түртіп қойғаныңыз дұрыс. Екінші қадам – өзіңе сенімді болу. Тілегімізді білдік. Енді оның орындалуына сенімді болуымыз керек. Мысалы, Гарвард университетіне математика мамандығына оқуға түсемін деп армандадың. Ағылшын тілін оқып жүрсің. Бақылау сынағынан төмен балл алдың. Осы күнге дейін арманыңа қолыңды бір сілтейсің бе? Шетелге оқуға түсе алмаймын десең, өзіңе сенімсізсің. Сол үшін сенімділікті дамыту қажет. Оқуға түсу үлкен мақсат. Оған жету үшін көп күш керек. Сен аз уақытта тым көп әрі тез әрекет етпе. Бірінші күндері өзіңді қинасаң, ынтаң сөніп, сенімің жоғалуы мүмкін. Ағылшын тілінде кітапты күніне 10 парақтан оқып, миды жаттықтырған жөн. Ал үшінші қадамға келетін болсақ, ол жаз. Көкіректе арман сайрап тұр. Ал қағазға жазуға келгенде ерінеміз. Арман мақсат қағазға жазылмаса, құр қиял болып қалады. Егер қағазға жазсаң, қолға алып, сызып, қайта өшіріп, миға күш саламыз. Орындалған мақсатты қағаздан сызып тастағанда қандай күйде боласың? Әрине, тағы бір мақсатты орындауға асығасың. Төртінші қадам – барлық артықшылықтың тізімін жаса. Артықшылық қалауымызды арттырып, алға жылжытады. Мақсатқа жеткенде өміріңде қандай өзгеріс болады? Осы сезімді жазамыз. Тізім неғұрлым ұзын болса, шешім мен мотивация соғұрлым күшті болады. Грантқа оқуға түссең, қандай өзгеріс болады? Ең алдымен, ата-анаңа ауырлық салмайсың. Ай сайын шәкіртақы аласың. Осындай 30 артықшылық жасасаң, кедергіні оңай жеңесің. Бесінші қадам. Бастапқы позицияңды анықта. Әрекетті бастамас бұрын өзіңді өлше. Нақты мақсаттың айқын болса, оған жетуде оңай болмақ. Мақсатқа жетер күнді белгіле. Алтыншы қадам.
шекті мерзімді белгіле. Мақсаттың орындалар мерзімін белгілей отырып, оған жетуге санамызда бағдарлама жасаймыз. Адамдар белгіленген мерзімде мақсатына жете алмаудан қорқып, күнде белгілеуден қорқады. Арманыма әйтеуір бір қолым жетер деп жүре береді. Онда тұрған ештеңе жоқ. Сен әлі дайын болмадың. Мерзімге тағы бір уақыт қос. Мақсатқа жету мерзімінің ұзақ болуы мүмкін. Мысалы, 3 немесе 5 жыл. Оны ішкі мақсаттарға бөлу керек. Ішкі мақсатты 30 күнде орындауға тырыс. Бұл нәтижені қысқа мерзімде көруге мүмкіндік береді. Джулия мен Джулия деген қызық кино бар. Джулияда аспаздық шеберлік жайлы кітап болады. Ол кітаптағы барлық тағамдарды 1 жыл ішінде дайындаймын деп шешім шығарады. Егер ол 1 жыл деп мерзімін қоймаса, мақсатына жете алмас еді. Өмір біздің жоспарымызға түзетулер енгізеді. Егер өзіңізге сенімді болсаң, кез келген түзетуді жеңіп шығасың. Алдыңдағы тұрған кедергіден қорықпа. 7-ші қадам. Сен және мақсатыңа жету арасындағы барлық кедергілердің тізімін жаса. Кедергі сәттілік пен жетістіктің екінші жағы. Егер олар болмаса, мақсатыңа жетпеуің де мүмкін. Демек, бұл мақсат емес, тек қандай да бір әрекет. Жолда болуы мүмкін барлық кедергіні жаз. Оларды маңыздылығы бойынша топтарға біріктір. Ең үлкен кедергіні тап. Оған назар аудару керек. Кедергілер сыртқы және ішкі жан дүниеңнен шығуы мүмкін. Көбіне біздің ішімізде сақталады. Кедергі біздің арамызда болса, шеберлігімізді арттырамыз, немесе өзіміз туралы бір нәрсені өзгертуіміз керек. Сыртқы кедергі ата-ана, достармен дұрыс емес қарым-қатынас. Достарың мазақтап, саған оқу қайда деп жиі айтуы мүмкін. Оларға сенбе. Олай сөйлеуіне жол берме. 8-ші қадам. Қосымша ақпарат қажет. Мақсатқа жету үшін қажетті ақпарат пен білімнің тізімін жаса. Мұны қайдан алуға болатынын ойлан. Осы саладағы маманның немесе кеңесшінің кеңесі қажет болуы мүмкін. Бір тақырыпты түсінбей қалсаң, интернеттен оқы. Жауапқа көңілің толмаса, ұстазыңнан сұра. Білмегеніңді сұрауға ұялма. Ұялсаң, мақсатқа жетуің қиындайды. Арманың биік емес пе? Кішкентай кедергіге ұзақ тоқтап қалма. 9-ші қадам. Көмегі керек адамдардың тізімін жаса. Егер сенің мақсатыңа басқа адамдар көмегі керек болса, тізімін жаса. Қандай көмек керек? Оларды да жаз. Жауап алған адамыңды тізімнен сызып тастап отыр. Сурет сал. 10-шы қадам. Жоспар құр. Сонымен жоспарды қашан жазу керек? Жоспар деген әрекеттер тізімі. Егжей-тегжейлі жоспар құрған дұрыс. Бұл сенің жолың, сенің өмірің. Жоспарлаудың жеке өміріңе беретін пайдасы көп. Жоспар құру үшін саған тек дәптер, қалам және сенің мақсатың ғана керек. 11-ші қадам. Визуалды қолдан. Суреттер санаңды оятып, белсенділікті арттырады. Сондықтан мақсатыңның суретін сал. Оған қол жеткізгенде қандай жағдайда боласың? Бірінші күні көзді тарс жұмып қиялдау қиын болуы мүмкін. Екінші, үшінші рет көр. Айқын бейнелер ойлау қабілетіңді арттырады. Магнит сияқты мақсатқа жетуге көмегі болатын адамдар, идеалдар мен оқиғалар тартылады. 12-ші қадам.
ешқашан шегінбеймін деп алдын ала шешім қабылда. Саған табандылық керек. Қалай болғанда да шешіміңді дамыт және ешқашан сәтсіздік туралы ойлама. Сенің мақсатыңа біреудің кедергі болуына жол берме. Шешіміңе батыл бол. Көбіне тек табандылық күшінің арқасында мақсатқа қалай жетуге болатынын білеміз. Біз 12 қадам туралы жүйені білдік. Оны орындау Трейсидің ойынша арманға қалай жетуге болатынын білуге көмектеседі. Осы жоспарды жаза отырып, өз мақсатымды анықтадым. Ал сіз тыңдай отырып, қандай мақсатты анықтадыңыз? Алдыңыздағы кедергілерді жеңіп, өзіңіз ойлаған мақсатқа жетіңіз. Ерінбей жазыңыз, өйткені бұл сіздің өміріңіз және ол сіздің қолыңыздан келеді. Арманға жетудің 12 қадамы көңіліңізден шыққан болса, біздің арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге болған Психобом арнасы.